Python'da компьютерді қосу керек по сети LAN кабель арқылы деген сияқты. Ол үшін осындай скрипт создать етіп қойдым. екеу. Біріншісі ештеңе қондырмайсың. Python'да ешқандай нені қондырмайсың. Бұл мына жерде жазып қойдым. Разбудить устройство по сети и wake on LAN дейді. Қысқаша wall дейді. Осындай функция бар. MAC адрес жазасың, IP адрес жазасың. Мына жақта через командный строка арқылы. И мысалы пример ретінде мына жерде тұр. И соңында осындай жазу шығады. Так, ол үшін исходный коды. Ол үшін мына жерге cmd деп жазамыз. Сосын мынаны біріншісін py пробел и вставить enter. Бұл MAC адрес терген жоқсың деп тұр. Пример ретінде осындай деген сияқты. Осылай терес, немесе мынаны терес. MAC адресті, шын MAC адрес терес. Қай компьютерді қосыңыз келеді, сол MAC адресті біліп аласыз. Ол үшін MAC адресті білу үшін осындай cmd деп жазасыз. Поискке cmd депті. И через запустить от имени администратора, сосын IP config пробел ал дейсіз да, enter басасыз. Сол жерден MAC адрес пен IP адресті біліп алу болады. Мынау тек IP адрес пен, тек MAC адрес пен қоссаңыз болады, немесе мынау MAC адрес, мынау IP адрес, IP болғанда осындай болу керек. Дәл осы соңында 255 болу керек, мынау өзгереді енді 1 или 0 или тағы басқа. Мынау 7-ші порт или 9 десеңіз болады орнына. 7 или 9-ші порт. Так, енді екінші скриптті қараймыз. Мынада ештеңе қондырмайсыз. Екінші скриптті қондырасыз уже. Мына қондыру керек. Осыны алып копировать етіп, cmd-ні ашып, enter басып қондырасыз. Қондырғаннан кейін уже дәл солай тоже бірінші скрипт сияқты. Осылай терсеңіз болады, немесе осылай терсеңіз болады.